Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен мен Жансұлу. Бүгін осындай свежий салаттың, қысқа сақталатын, дәмді, атылмайтын қысқа салаттың рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен керекті заттардың бәрін жуып тазалап алдық. Ең алдымен осындай пиязымызды барлығын осы салатқа қолмен турайтын боламыз. Пиязымызды болгар бұрышын және чеснок, укроп, петрушка бәрін қолмен турап аламыз, помидорға дейін. Енді осы сәбізімізді тюрка арқылы өткізіп аламыз. Біздер жер үйде үлкен ошаққа осылай көп қылып осылай жауып алдық. Ең алдымен помидорымызды қолмен турағаннан кейін осы қазанға ең бірінші помидорымызды салып қуырып аламыз. Кішкене су шыққаннан кейін үстіне болгар бұрышымен пиязымызды салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Қуырылғанда өте дәмді, әдемі болып шығады. Енді осылардың үстінен чеснок, укроп, петрушкамызды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Әдемі болып шығу үшін осылай араластырып тұрамыз. Үстінен енді тюркадан өткізген сәбізімізді де салып, оны да қуырып аламыз. Кішкене қуырылса жеткілікті, осылай араластырып аламыз. Енді оның үстінен сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымыз қатты көп керек емес. Осының үстінен тұзымызды саламыз. Осы кішкене қайнап болғаннан кейін дөңгелекше етіп турап алған қиярымызды да дәл осы үстіне саламыз. Пісуіне 10 минут 15 минут қалғанда ғана осы қиярымызды салып кішкене қуырып аламыз. Енді осы салатымыз дайын болды. Банкымызды алдын ала стерилизовать етіп, крышкамызды ыстық суға салып дайындап қойдым. Осы салатымызды салып, бетіне крышкамызды жауып, жақсылап бұрап аламыз. Бұраған кезде екі жағын жақсылап қарау керек, өйткені атылып кетпейтіндей етіп әдемілеп жау керек. Осы салаттың рецепті өте оңай, қысқа әрі дәмді, тамақ жегізеді. Тамақпен жегенде, нанмен жегенде өте дәмді салат болып табылады. Сіздер де осының рецебін жасап көріңіздер. Қыстың қамын жазда ойла дегендей өте дұрыс. Осындай салаттарды, неше түрлі банкілерді жауып қойсаңыздар, қыстың күні рахаттанып жейтін боласыздар. Рецеп өте оңай, жасап көрсеңіздер болады. Міндетті түрде видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. YouTube арнама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Осындай рецептер әлі алда талай рецептермен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Жансұлу.